Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 8 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Сидней Олимпиадасының чемпиондары. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып негізгі ойды анықтаңдар депті. Бірақ мен сіздерге астындағы сұрақтарына тез жауап беріп өтемін. Сіздер мәтінді оқып алыңыздар. Оған дейін бізде айтылыпты, бірінші сұрағында мәтін неге 20 жыл күткен жеңіс деп аталған деп айтылыпты. Ал екінші сұрағында айтылыпты, ақ түйенің қарны жарылды дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші, алтынмен апталып, күміспен күптеліп дегенді ше? Бірінші сұрақтың жауабына жазып аламайық. Мәтінді қазақстандық спортшы Бекзат Саттархановтың жеңісі туралы баяндалады. Бұл жеңіс Қазақстан үшін маңызды, өйткені бұл сәтті халық көптен күткен еді. Елдің тәуелсіз алғанына 20 жылға жуық уақыт болды. Ал осындай үлкен спорттық жетістіктер ұлттық рухты көтерді. Екінші сұрақтың жауабына жазамыз. Бұл қазақтың тұрақты тіркесі. Ол аса үлкен қуанышты, ерекше қуанышты күн туды деген мағынаны білдіреді. Ал үшінші сұрақтың жауабына бұл тіркес спортшылардың алтын және күміс медаль алуын бейнелейді. Яғни қазақстандық спортшылар жоғары жетістікке жетіп, Олимпиадада үздік атанды. Ал енді екінші тапсырма ода айтылыпты, екі топқа бөлініп тапсырмаларды орындаңдар депті. Бірінші топтікінде айтылыпты, мәтіндегі етістіктерді салт және сабақты етістікке бөліп жазыңдар депті. Ал екінші топтікінде жазылыпты, мәтіндегі етістіктерге өздік етістік, өзгелік етістік, ырықсыз етістік, ортақ етістік жұрнақтарын жалған жаңа сөйлемдер құрастырыңдар деп айтылыпты. Бірінші топтікіне жазып аламыз. Салт етістікке жүгірді, келді, жеңді, шықты, күлді. Ал сабақты етістіктеріне көрді, күткен, алды жауып тұр. Екінші топтікіне жазып аламыз. Өзгелік етістік жуынды, киінді, өздік етістік, ал өзгелік етістік жинатты, жазғызды. Ырықсыз етістік айтылды, берілді. Сөйлем құру, спортшы жарысқа киінді де шаршы алаңға шықты. Тренер спортшыларды жарысқа жазғызды, жеңімпаздарға алтын медаль берілді деп жазып аламыз. Үшінші тапсырмада айтылыпты, мақал мәтелдерде іс-әрекет кімнің тарапынан орындалатынын байқаңдар, етістік түрін ажыратыңдар. Ақыл көпке жеткізер, өнер көпке жеткізер. Дос жылатпайды, айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Ақылды айтқызбай біледі, ақсұңқар қаққызбай іледі. Жауабына жазып аламыз. Ақыл көзіңе жеткізер дегенді, өзгелік етістік өнер көпке жеткізер, өзгелік етістік дос жылатып айтады, өзгелік етістік дұшпан күлдіріп айтады, өзгелік етістік ақылды арын билейді, ырықсыз етістік аққулар қаққан қанат түзеді, ол сабақты етістік. Ал енді төртінші тапсырма ода айтылыпты, Бекзат Саттарханов туралы деректермен танысып, чемпионымыздың өмірбаянын жазыңдар депті. Жауабы: Бекзат Саттарханов 1980 жылы дүниеге келіп, 2000 жылы дүниеден озды. Қазақтың атақты боксшысы, Сидней Олимпиадасының чемпионы. Ол Түркістан облысында дүниеге келген. 2000 жылы өткен Сидней Олимпиадасының 57 келі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алған. Өкінішке қарай 2000 жылдың соңына көлік апатынан қайтыс болды. Ендігісі 5-ші тапсырма ода айтылыпты. Екі тапсырманың бірін орындаңдар. Бірінші, олимпиадалар өткен елдер мен қалалар туралы деректер жинап, олимпиада картасын жасаңдар депті. Ал екіншінде, қысқы және жазғы олимпиадалар туралы салыстырмалы эссе жазыңдар депті. 5-ші тапсырманың бірінші картасын жасаңдар деген еді ғой. Соған жазып аламыз. Жыл 1996 ақш Атлант, 2000 Аустралия Сидней, 2004 Грекия Афина, 2008 Қытай Бейжің, 2012 Ұлыбритания Лондон, 2016 Бразилия Рио де Жанейро, 2021 Жапония Токио. Ал екіншіне жазамыз эссе дегенге. Олимпиада ойындары 4 жылда бір рет өтетін ең беделді спорттық жарыстардың бірі. Бұл жарыстар спортшылардың мықтылығын сынап қана қоймай, елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтады. Олимпиада ойындары жазғы және қысқы болып екіге бөлінеді. Олардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар. Жазғы олимпиада. Жазғы олимпиада жылы ауа райы жағдайында өтетін спорт түрлерін қамтиды. Мұнда жеңіл атлетика, жүзу, гимнастика, бокс, күрес, теннис, футбол,
футбол, баскетбол сияқты спорт түрлері жарысқа түседі. Жазғы Олимпиада ойындары көбінесе үлкен қалаларда өткізіледі, себебі оған қатысатын спортшылар мен жанкүйерлер саны өте көп. Қысқы Олимпиадаға өздеріңіз жазып аласыздар. Енді осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.